Армысыздар, ардақты ағайын. АК-79 менің жерімнің тарихы каналына қош келдіңіздер. Кеңес Қазақстанның алғашқы көшбасшысы Әлі би Тоғжанұлы Жангелдин екенін сіздерге мәлім. Бұл Қазақстанның көрнекті тұлғасы туралы бейнероликті менің каналымнан көрсеңіздер болады. Ал менің бүгінгі бейнебаяным Кеңес Қазақстанды Жангелдиннен кейін басқарған Мұхамедияр Хангерейұлы Тунганчинға арналады. Өкінішке орай, бүгінде Тунганчиннің есімі ұмытылып, оның Қазақстанның қалыптасуы мен дамуына қосқан үлесі насихатталмай, қазіргі жас буын бұл шынымен де көрнекті тұлғамен мүлдем таныс емес. Иә, Тунганчин кезінде көптеген қателіктер жасағаны мүмкін. Бірақ дана халқымызда нағыз жұмыс істемегендер ғана қателікке ұшырамайды деген сөз бар емес пе? Сондықтан да жасаған қателік кемшіліктері үшін сөкпей, әр ұлт өзінің ұлттық батырлардың жарқын есімдерін жадында сақтау керек. Сондықтан да болар, француздар осы уақытқа дейін Наполеон мұрасын мұқият қадағаласа, итальяндықтар Муссолиниді еске алып, Ресейде Ленинді ұлықтау әлі күнге дейін жалғасуда. Осы елдер секілді біз қазіргі қазақтар да елді басқарған халқымыздың керемет өкілдерінің аттарын қайта жаңғыртуымыз керек. Егер бүгін біз қазақ халқының көрнекті өкілдерінің жарқын естеліктерін кінәлап, қорлай бастасақ, онда ертең бізде батырлар қалмайды. Егер біз бүгінгі жас өскелең ұрпақтың бойында ұлттық батырларға деген құрмет сезімін оята алмасақ, ертең олар ата-аналарын құрметтемей кетуі мүмкін. Сондықтан бұл бейнероликті соңына дейін көріп, достарыңызға таратыңыз. Өйткені қиын қыстау заманда қазақ елін басқарған Тунганчин есімі есте қалуы лайық. Мұхамедияр Хангерейұлы Тунганчин 1888 жылы қазақ даласындағы ең асыл және беделді отбасыларының бірінде дүниеге келген. Оның арғы атасы Жәдік қазақ хандығының негізін қалаушылардың бірі Жәнібектің 9 ұлының кенжесі болған. Ал тағы екі атасы болса Қайып пен Батыр қазақ хандары болған. Осындай ерекше отбасында өскен Мұхамедияр Тунганчин жақсы білім алып, өзінің туған Торғай облысында мемлекеттік қызметке ерте кірісті. Торғай облыстық әкімшілігінде аудармашы болып жұмысын бастаған Мұхамедияр көп ұзамай Торғай облысының әскери губернаторының қарамағында арнайы лауазымға ие болады. Біраз уақыттан кейін Тунганчин Орынбор жандарм әкімшілігінің жауапты қызметкері болып тағайындалады. Әрине, мұндай керемет мәнсап тек жақсы қабілеттермен ғана емес, сонымен бірге Тунганчиннің шығу тегімен де түсіндіруге болады. Өйткені орыс патша әкімшілігі қазақ ақсүйектерін өз жағына кеңінен тартуға тырысқан. Дегенмен де Тунганчин көрнекті тұлға болған. Керемет ұйымдастырушы, бірнеше шет тілін жетік меңгерген шебер оратор. Мұхамедияр патша қызметінде қарапайым чиновникке айналмай, мүмкіндігінше туған халқының мүдделерін қорғауға тырысты. Бұл әсіресе 1916 жылы қазақтардағы болған жағдай. Осы жылы патша әкімшілігінің тікелей бұйрығымен қазақтар тылдағы әскери қызметке жаппай шақыру туралы бұйрыққа ілінеді. Сол кезде Тунганчин қолынан келгенше білімі бар қазақтардың осы жұмыстан босатылуын ұйымдастырып, бірнеше қазақ зиялыларын аман қалуына атсалысты. Патшалық билік құлатылғаннан кейін Тунганчин қазақ ұлттық зиялыларының жарқын өкілдерінің бірі ретінде Алаш партиясының жұмысына қосылуға шешім қабылдайды да 1917 жылдың сәуір айының басында бірінші Торғай облыстық қазақ съезіне қатысады. Алайда кеше ғана патша чиновнигі болған Тунганчиннің съезд жұмысына қатысуына ашық түрде қарсы болған Міржақып Дулатовтың талабымен Тунганчин съезд басшылығынан қуылды. Бірақ Тунганчин қоғамдық әрекеттерін тоқтатпайды. Көп ұзамай 1917 жылдың тамыз айында ол Торғайдың екінші аймақтық конгресін ұйымдастыруға қатысады. Осы жиында Міржақып Дулатов, Әлихан Бөкейханов секілді қазақ лидерлері
Тунганчинге қарсы құжаттардың жоқтығын мойындап, көпшілік алдында оны ақтайды. Бірнеше айдан кейін 1918 жылдың көктемінде Тунганчин Орынбордағы кеңес органдарында жұмыс істей бастайды. Сол кезде оны кеңес Қазақстанның тұңғыш басшысы, қазақ халқынан шыққан алғаш большевик Әліби Жангелдин байқайды. Көп ұзамай Тунганчин дала аумағы төтенше комиссары Әліби Жангелдиннің көмекшісі болып қана қоймай, Торғай облыстық атқару комитетінің мүшелігіне де тағайындалады. 1918 жылы 11 мамырда Ұлттар халық комиссариатының жанынан қырғыз бөлімі құрылып, ол іс жүзінде Қазақстанды басқаруға арнайы құрылған алғашқы советтік органға айналды. Сол кезенде Жангелдин Тунганчинді оның жетекшісі етіп ұсынып, Ленин және Сталиннің көмегімен осы лауазымға Мұхамедияр Тунганчинді бекітеді. Осылайша Жангелдин бұрынғы протежесі Тунганчин арқылы осы бөлімнің жұмысын толығымен бақылауға аламын деп үміттенген еді. Алайда жоғары мансапқа қол жеткізген Тунганчин өзінің жаңа орнын тез игеріп алды да, көп ұзамай Совет Қазақстанның көшбасшылығы жолындағы Жангелдиннің негізгі қарсыласына айналады. 1919 жылы 3 сәуірде Тунганчин қырғыз жерінің тұңғыш әскери комиссары болып тағайындалып, оның басшылығымен қазақ әскери бөлімдері құрыла бастайды. Міне осылай қырғыз бөлімінің басшылығын сақтап қалған Тунганчин осы тұстағы кеңес Қазақстанның басты лауазымды тұлғасына айналды. Жангелдин екеуінің арасында қарсыластық осылай Тунганчиннің жеңісімен аяқталады. Бұл кезде бұрынғы Ресей империясының территориясында кеңес үкіметі мен патша режимінің жақтастары арасында азаматтық соғыс жүріп жатқан еді. Осындай жағдайда Тунганчин Қазақстандағы Қызыл армияны ұйымдастырушылардың бірі болып, алғашқы кеңестік қазақ полкын құрды. Бірақ кеңес мемлекетіндегі жарқын мәнсап Тунганчинді туған халқының мүдделерінен алшақтатпады. 1918 жылдың тамызында Мұхамедияр Тунганчин Букеев ордасының орталығы Хан ордасы ауылында үлкен баспахана ұйымдастырып, мұнда барлық қажетті жабдықтарды Мәскеуден тікелей алдыртады. Осы типография 1918 жылдың қараша айында жұмыс істей бастап, 1919 жылы қазақ халқының ағартушылығында үлкен рөл атқарған Киргизская правда газеті шыға бастайды. Сонымен қатар 1919 жылы Мұхамедияр өз бастамасымен Алаш партиясының бүкіл ресейлік конгресіне қатысып, конгресс кезінде Бөкейханов бастаған барлық қазақ делегаттарының қауіпсіздігін ұйымдастырды. 1919 жылы 10 шілдесінде Сталиннің тікелей бұйрығымен қырғыз бөлімі таратылып, оның орнына жаңа орган, қырғыз территориясын басқару жөніндегі революциялық комитет құрылады. Қырғыз территориясының әскери комиссары қызметін сақтап қалған Тунганчин осы органның құрамына кіріп, Советтік Қазақстанның орталық құралы саналған Ұшқын газетінің редакторы болады. Қазір әртүрлі себептермен жасырылса да, бұл туралы аз айтылса да, бірақ Мұхамедияр Тунганчин Қырғыз автономиялық республикасының құрылуының басында тұрған қазақ басшыларының бірі. Большевиктердің жетекшілеріне қарсы күресте автономия құқығын берік ұстанған Тунганчин қазақтың автономия алып, өз мемлекеттігін қалпына келтіруіне аянбай еңбек еткен тұлға. Мұны мұрағатта сақталған Вадим Лукашевтің 1919 жылы қыркүйекте большевиктер партиясының орталық комитетіне жазылған хатынан да көруге болады. Бұл хатта былай делінген: «Я убежден, что кричат об автономии только тунганчины, представляющие собой кучку ханских бандитов-богачей, которую мы вынуждены временно гладить по головке, всякими способами привлекая их к себе на помощь». Осы хатта көрінгендей, қазақ автономиясының жақтастарының барлығын Вадим Лукашев Тунганчиндер деп атағанның өзі көп нәрсені аңғартады. Сондай-ақ
көпшілік Тунганчинді алаш азаматтарының қарсыласы ретінде сипаттауға тырысады. Менің ойымша бұл жалған дүние. Өйткені Тунганчин сонау 1919 жылы Ахмет Байтұрсынов және Сейітқали Мендешевпен одақтасып, Қырғыз автономиялық кеңестік республикасының астанасы ретінде Семей қаласын жариялауды талап еткен қазақтардың бірі. Бұл ұсыныс қабыл болмаған соң, Тунганчин Семей қаласына қазақ халқының мәдени орталығы статусын және Алашорда атауын беруді талап еткені көпшілікке беймәлім. Егер Тунганчин алаш қайраткерлеріне қарсы болса, онда бұндай бастамалар оның аузынан шығар ма еді деген сұрақ туындайды. Кеңестік Қазақстанның басшысы болған кезде Тунганчин большевиктерге қарсы шыққан кейбір алаш азаматтарының қатаң соңына түсіп, бірнеше шаралар қолданған шығар. Бірақ ол тек оның өзі қолдаған идеясына берік болғанын ғана дәлелдейді. 1920 жылдың басында Тунганчиннің кеңес мемлекетіндегі мәнсабы кенеттен аяқталады. Мұның себебі қазақ халқының мүддесін коммунистік идеялардан жоғары қойған қазақ лидерлерінің ықпалын азайтып, жұмыстан шығару процесі басталды. Бұл процесс сол Қырғыз қазақ автономиясының басында тұрған, туған қазақ халқының мүддесін қорғауда коммунистік идеялардан да жоғары тұрған Тунганчин осы процеске де ілінеді. Көп ұзамай Тунганчинге Қызыл армияның қазақ бөлімшелерін құру кезінде қаражат пен құнды мүліктерді ысырап еттің деген жала тағылып, қамауға алынады. Алайда өте тез арада айыптаудың жалған екені белгілі болып, Тунганчин сотсыз босатылды. Бірақ Мұхамедияр енді кеңес басшылығына енбеді және 1937 жылға дейін кішкентай ғана лауазымдарда болады. Мысалы, 1930 жылға дейін Союз мяса мемлекеттік бірлестігінің кішкентай ғана бір бөлім меңгерушісі лауазымда отырды. Үкіметтік ықпалдан айырылса да, ел арасындағы беделін сақтап қалған Мұхамедияр Тунганчин қазақ жерлерінің нақты автономиясын сақтау мақсатында қазақ большевиктерін біріктіру саясатын жүргізеді. Бұның дәлелі тікелей Сталинге жіберілген доклад уполномоченного ГПУ по Казахстану о состоянии и деятельности Алашорды за 1923 год деп аталатын құжат. Осы құжатта келесі мәлімет берілген. В замыслы Тунганчина входит подчинение своему влиянию всех русских коммунистов, дабы дать своему казахскому народу широкую возможность властвования в Казахстане. Деген сөйлемдердің өзі Тунганчиннің сол кездегі атқарған ерен еңбегінің бір кішкентай фрагменті ғана. 1937 жылы Мұхамедияр Тунганчин тұтқындалып, 1938 жылы ату жазасына кесілді. Міне, кеңес Қазақстанның екінші басшысы, алғашқы қазақ әскери комиссары, қазақ автономиясының құрылтайшыларының бірі болған Мұхамедияр Хангерейұлы Тунганчиннің өмірі осылай аяқталды. Биыл сол Тунганчин құрған қазақ автономиясының 100 жылдығы. Бұл қазақ тарихындағы бір жағынан керемет дата болса, екінші жағынан трагедияға толған алапат кезең. Сол кезеңнің қиыншылығына қарамастан басын бәйгеге тіккен алаш қайраткерлерін ұлықтау кезінде, олардың қасында тұрып, қазақ үшін бірге күрескен Мұхамедияр Тунганчинді ұмыт қалдыру менің ойымша үлкен тарихи әділетсіздік. Сондықтан да біз бүгінгі қазақ ұрпағы Мұхамедияр Тунганчиннің есімін қайта жаңғыртып, елге қайтару болашақ пен ел алдындағы үлкен парызымыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.